Баршаңызға сәлем, құрметті халық емі оқырмандары. Бүгін біз сіздерге ағзадағы тұзды ерітетін сусындарды сіздермен бөлісетін боламыз. Сіздер арнамызға тіркеліп, қоңырау шаны басып, достарыңызбен бөлісіп отырыңыздар. Түсінікті нәрсе, ағзаға құм, тұз бен тас өзіміз жеп ішетін азықпен бірге келеді. Ал тұзды ерітетін су, егер оған емдік өсімдік қоссаңыз, көздеген нәтижеге жетеріңіз хақ. Осындай бірнеше емдік шай түрін біле жүріңіз. Күнбағыс тамыры қосылған шай. Мұны көп мөлшерде бір ай үздіксіз қабылдау керек. Ол баяу әсер етеді. Тұз тек 2 аптадан кейін ғана шыға бастайды. Оны зәр түсінен және ыдыс түбіндегі қалдықтан байқауға болады. Дайындау әдісі мынадай. 3 литр қайнаған суға шамамен 1 стақан күнбағыс тамырын салыңыз. Баяу отта 1-2 минут қайнатыңыз. Шамамен 20 минут тұндырып сүзіп алады. Бұл шайды 2 күнде ішіп, жылы күйінде тауысыңыз. Ал алғаш қайнатқан тамырды екінші рет қолдануға болады, бірақ бұл жолы 5 минут қайнатқаныңыз жөн. Ескерту: күнбағыс шайын тұтыну кезінде ащы және тұзды тағамдар жемеңіз. Квас және сірке суында қолдануға болмайды. Тағамның құрамында тұздың мөлшері орташа болуы тиіс. Шайдың тұтынудың алғашқы күндері ауырсыну сезімдері болуы мүмкін. Ол құмның бүйрек пен қуық жолы бойымен қозғалуы салдарынан туындайды. Бұл жағдайда ауырсынуды басатын дәрі, мысалы, ноушпа қолдануға болады. Келесі емдік шайымыз тасжарғаннан жасалған шай. Бұл шай ағзадағы тасты уатады, тұзды ерітеді және шығарады. Сонымен бірге зат алмасуды түзейді және ағзаны артық қалдықтардан тазартады. Дайындау әдісі мынадай. 3 ас қасық майдалау етіп туралған тасжарған шөбіне жарты литр қайнаған су құйыңыз. Сүзіп алып, 1 стақаннан күніне 2 рет ішіп тұрыңыз. Оны 20-25 күн жалғастыру керек. Келесі емдік шайымыз аскөк тұқымы қосылған шай. 2 ас қасық аскөк, яғни укроп тұқымына 2 стакан қайнаған су құйып, бояу отта 15 минут ұстаңыз. Сүзіп алып, жылы тұнбаны жарты стақаннан күніне 4 рет, астан 15 минут бұрын ішіңіз. 4-ші кезекте қара тұрып шырыны. Қара тұрыптың, яғни редка, бұл түрінің шипалық қасиеті мол екені ежелден белгілі. Оны ағзада жиналған артық тұздан құтылу үшін де қолдануға болады. Мәселен, тұрыпты жақсылап жуып, шырын сыққыштан өткізіп, шырынын алыңыз. Оны күніне 3 рет 1 ас қасықтан қабылдайды. Осылайша 15 күн емделесіз. Келесі емдік шырынымыз қызылша қайнатпасы. Шағын көлемдегі 4-5 қызылшаны 4 бұрыштап турап, қайнап жатқан суға салыңыз. Қызылша әбден жұмсарып пісіп, ал сау бал қосқан шырын секілді сәл қою болғанша қайнатсаңыз. Қызылшаны салатқа, асқа қолдана беріңіз. Ал дайын болған сусынды күніне 3 рет жарты стақаннан қабылдайды. 6-шы емдік шайымыз ит бүлдірген жапырағынан тұнбасы. Ол әсіресе бүйрекке, тас жиналғанда жақсы көмектеседі. Дайындау әдісі мынадай. 1 уыс ұнтақталған шикізатқа 600-650 мл су құйып, емал ыдыста 10 минут баяу қайнап тұрған отта қайнатаңыз. Содан соң сүзіп алып, 3-ке бөліп, күніне 3 рет ішеді. Әр жолы жаңадан әзірлей отырып, енді 21 күн жалғастыру керек. Ит бүлдірген жапырағының қайнатпасы бауыр ауырған жағдайда көмектеседі. Аталған сусын түрлері бүйрек пен қуық жолдарының тас пен тұзды ерітеді, әрі шығарады. Бұл қауіпсіз табиғи ем түрі саналады. Әйткенмен алдымен УЗИге түсіп, тас мөлшерін біліп алған абзал. Егер 1 сантиметрден үлкен бірнеше тас болған жағдайда тәуекел етпеген жөн. Құрметті оқырмандар, халық емі арнасына тіркеліп, достарыңызбен бөлісіп, қоңырау шаны басып, бөлісулеріңіз